Сіз ішек флорасының тамағы жайлы естігенсіз бе? Естімеген болсаңыз, сол тағам жөнінде айтатын боламын. Бұл ферменттелген капуста. Сәлеметсіздер ме? Бүгін керемет тақырып болғалы тұр. Сол үшін арнадан алыстамай, видеоны соңына дейін қараңыз. Ферменттелген капуста сөзсіз диеталық тағам деп атауға болады. 100 грамм капуста құрамына 23 килокалория кіреді. Тағам кальций, темір, магний, фосфор, натрий, цинк, тиамин, витамин С, К, В4, Е, В9, В6 витаминдеріне бай. Ферментация процесі пайдалы әртүрлі бактериялар өсіп дамуына жағымды жағдай жасайды. Ол ішек микробиомына маңызды көмекші. Сіз денсаулық және ұзақ өмір арнасындасыз. Арнаға тіркеліп, лайк батырмасын басуды ұмытпаңыз. Сіздің болмашы әрекетіңіз мені қуантады. Алдын ала рахмет. Ферменттелген капуста пайдасына тоқталар болсақ, бірінші ас қорытуға қатысады. Зерттеулер қорытындысына сәйкес, пробиотик тітіркенген ішек синдромы симптомын төмендетеді, ауырсыну деңгейін төмендетеді, дискомфорт, диспепсиялық бұзылыстар. Бұдан басқа, тағамды ұзақ уақыт антибиотик қабылдаудан болған ас қорыту бұзылыстарында ұсынылады. Ферменттелген тағамды тұрақты тұтыну газ түзілуді төмендетеді, үлкен дәрет бұзылысын реттейді. Екінші, холестерин деңгейін реттеуде ұсынылады. Ферменттелген капуста құрамына кіретін клетчатка, яғни тағамдық талшық, ас қорытуды реттеп қана қоймай, жаман холестерин деңгейін төмендетеді. Тағам құрамындағы тағамдық талшық жүрек пен қан тамырлар үшін ерекше болып табылады. Үшінші, иммунитетке көмектеседі. Құрамындағы жоғарғы көлемдегі витамин С арқасында ферменттелген капуста жақсы авитаминоздың алдын алады. Аскорбин қышқылы коллаген синтезі үшін қажет. Төртінші, салмақты қалыпта ұстап тұру үшін көмектеседі. Тұрақты тұтыну салмақты реттеп қана қоймай, арықтауға да көмегі бар. Тағам жеткілікті төмен энергиялы құндылыққа ие. Дегенмен құрамында көп клетчатка болуына байланысты бірнеше сағатқа тойым сезімін береді. Бесінші, жастықты ұзартады. Ферменттелген капуста антиоксидантқа бай, яғни созылмалы қабыну процесін дамуды тоқтатады және сау клеткаға көмектеседі. Ферменттелген тағам мутациялық клетканың алдын алып, ісік даму қаупін төмендетеді. Тағамның пайдалы жағымен қоса, зиянды жағы да болады. Ферменттелген капуста құрамында көп көлемді дайындалу барысында тұз қосылады. Сондықтан тұз өзімен бірге суды алып жүреді. Сондықтан ағзада ісік болуы мүмкін. Артериялық қан қысымды жоғарылатып, бүйрек ауруларын дамуы мүмкін. Маңызды есте сақтайтын жағдай, ең пайдалы тағамның өзін өз мөлшерінде пайдалану керек. Зерттеулер көрсеткенде, ас қорытуға аз ғана 100-200 грамм күнделікті мөлшері пайдалы. Егер адам одан көбейтсе, керісінше диарея дамуы мүмкін. Сондықтан кез келген тағамды өз мөлшерінде тұтынуды әдетке айналдыңыз. Деніңіз сау болсын. Ақпарат пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыз.